Сәлем қыздар, бүгін сіздерге лағманның тестасын жасауды және де оны созуды көрсететін боламын. Мінекей, мен лағман создым, содан осындай керемет болып шығатын сорпа жасадым. Сіздер де дайындап көріңіздер. Біздің тестамызда, лағманымызда өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Ең алдымен лағман жасау үшін қамырын илеп алуымыз қажет. Бізге електен өткізілген ұн қажет болады. Ұнды керегінше қолданасыздар. Содан соң су керек. Судың салқын болғаны дұрыс. Яғни міндетті салқын су, осы суға 1 шай қасық тұз салып, жақсылап ерігенше араластыратын боламыз. Біз қамырды қатты қылып илейтін боламыз. Сондықтан суды бірден қосып жібермей, аз-аздан қоса отыра, қаттылау қылып қамыр илейміз. Қамырды түйіршік болмауы керек. Жақсылап илеңіздер. Суымызды, ұнымызды жегізіп тұрып, жақсылап басып, қатты қылып, ешқандай түйіршік қалмайтындай қылып илеңіздер. Ол үшін уақыт және де күш қажет болады. Мінекей, қатты қылып илеп, басып жіберіп. Осы қатты қылып иленген қамырды 1 сағат пакетке салып орап қоятын боламыз. Бір сағат тынған қамырды пакетімізден алып, осылай араларын ашып жіберіп, қайырып 4 бұрышты қылып орайтын боламыз. Өйткені ауа кірмейтіндей, жыртылмайтындай болуы үшін лағман созған кезде осылай тағы да бір қайтарып жіберуіміз қажет. Дәл видеодағыдай қылып жасаңыздар. Араларын ашып, артық ауасын шығарып жіберіп, басып жіберіп, қайтадан илеуіміз керек. Енді екіге бөліп, тағы да жарты сағат демалдыратын боламыз. Тынған қамырды осылай ұзынша қылып кесіп алатын боламыз. Кесіп алған қамырымызды қолымызбен қысып жіберіп, осылай ұзынша қылып шығыңыздар. Барлығын жасап алғаннан кейін қолымызбен жайып жібереміз үстелдің үстінде. Осылай барлығын видеодағыдай қылып жайып алыңыздар қамырды. Осылай дайындап алған қамырларды подносқа орналастырамыз, яғни майлап қоямыз. Орналастырған қамырлардың, тесталардың барлығын бетін майлап шығуымыз қажет. Осылай барлығын орналастырып шығып, міндетті түрде бетін салафанмен жауып қойыңыздар, өйткені қамыр кеуіп кетуі мүмкін. Осылай дайын болған қамырды, яғни тестаны 15 минут демалдыруымыз керек. 15 минуттан кейін лағманды созатын боламыз. Он 15 минуттан кейін қамырымызды осылай екі қолымыздың ұшымен созып шығамыз. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай созыңыздар. Немесе үстелдің үстіне қойып, алақаныңыздың көмегімен де созсаңыздар болады. Мен осылай екі қолымның ұшымен созамын. Мынау бірінші созған қамырымыз. Осыны тағы да бетін жауып қойып, 15 минут демалдырамыз. Он минуттан кейін мана созған қамырымызды екінші рет осылай тағы созатын боламыз. Қамырды тынған сайын созу өте оңай болады. Қамыр созылған сайын жұқаратын болады. Мінекей айырмашылықты көріп тұрсыздар. Мынау екінші қайтара созылған қамыр. Мынау істеп жатқаным үшінші рет созылатын қамыр. Осылай созып шығып, осы соңғысы созғанымыз осылай жұқарады. Содан соң екі қолымызға орап
ұрғылап жіберуіміз керек. Барынша видеоны қысқартпай анық түсіндіруге тырыстым. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей дайын болған лағманды қайнап тұрған тұзды суға салып қайнатып алатын боламыз. 5-10 минут аралығында. Қатты қайнауы керек. Содан соң піскен лағманды мұздай суға салып сүзіп қоямыз. Осымен біздің лағманымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Соңына дейін қарасаңыздар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салтанат.